Раяна бүгін бақшадан өте көп жемістер жинады. Бірақ не істейді екен? Вау! Мұншама алма, мұншама жүзім. Бәрін өзім жеймін. Сәлем, Раяна. Сәлем. Отыр. Ол неге мұңайып отыр екен? Раяна, досының көзіне қара. Ол аш екен ғой. Бөліссең не болады білесің бе? Менің жемістерім азаяды. Керісінше көбейеді. Қалай сонда? Оны өзің көресің. Айбек, мен саған жеміс ұсынбай өзім ғана жей беріппін. Кешір, бірге жей. Шынымен бе, рахмет, Раяна. Апырай, бөліскен мен де бақытты болдым. Міне, бөлісу сиқырдың ең үлкені. Раяна, қызым, сен жемісті жақсы көресің ғой. Саған көп жеміс әкелдім. Көрдің бе? Бөліссең көбейеді дегенім осы ғой. Бұл өмірдің сиқырлы заңы. Балалар, сендер де достармен бөлісесіңдер ме? Раяна ең үлкен сиқырды тапты. Бөлісу сиқырын. Ал сен кіммен бөлісесің? Келесіде кездескенше. Бөлісең көбейеді, көрдің бе? Қуанышың